Сәлематсыздар ма, менің құрметті гүлсегіш достарым. Міне тағы да сіздерге мынау гибискус гүлін көрсеткім келіп тұр. Гибискус китайская роза гүл атайын деп тұр. Енді бұл гүлін мен алып жағым келіп тұр. Кішкене пышный болып гүлдесін деп. Бұл гүлім менің кілядан аман қалған гүлім ғой. Кішкене ауырып тұр. Бірақ ары қарай жазылып кетеді деген ойдамын. Мен бұны обрезка жасадым. Мына жерден міне мына жерден обрезка жасадым. Қазір астынан кішкене толып жапырақтары шығып келе жатыр. Және бутон беріп жатыр. Және мынау чайная роза, тоже роза. Бұл чайная роза, бұл қабат-қабат ашатын гүл. Енді бұларға ешқандай көп уходтың, күтімнің қажеті жоқ. Енді су шашып, уақытымен суын құйып, уақытымен тыңайтқышын беріп, удобрениесін беріп, баптап күту және жарық жер. Мен күнге қоймайым, кеше айттым, күнге қоймайым. Үйдің жарығы жетеді, соған қойып отырмын. Енді маған мынандай сұрақ қойып жатыр. Үйдің температурасы қандай болу керек үйде гүл өсіру үшін? Енді оны градусникпен өлшемесе, үйдің температурасын өлшейтін бар ғой, әдейі әртүрлі. Менде мынандай бар. Міне мынандай. Қазір мынау сыртта 4 көрсетіп тұр. 4 градус бізде жылылық, батыста бұл Атырау қаласы. Мұнда 25 градус қазір үйде, 23, 24, 25. Газда азайтып қойсаң, енді 24, 23, 22-ке дейін түсет. Көтерсең, жылуды көтерсең, 25-ке дейін көтеріледі. Так, мынау үйдің ылғалдылығы 32%. Ылғалдылықты көрсетіп тұр, мынау 32%. Су шашып, жаңағы гүлдерге сөйтсем, бұл ылғалдылықта көтеріледі. Егер түсіп кетсе, 30-дан төмен болып, значит, құрғақ деген сөз. Сонда мен гүлге су шашып қойсам, мынау ылғалдылық 32% деген көтеріліп көрсетіледі. Қазір 32% болып тұр. Аздап құрғақтау. Енді мынау менің пульверизаторым, су шашатын. Осы мен су шашамын бәріне. Өздеріңізге үнемі көрсетіп жүрмін пульверизаторды. Енді бұл менің розаларым кілядан аман қалды деп айттым. Кілядан құтылудың жолдарын айттым. Алдында басқа шампунь көрсеттім. Мынау жаңағы ит пен мысыққа корм сататын жер, жем сататын жерден барып, осылай деп сұрасам, жаңағы луговой деген дейді. Бұның ішінде кілең шөптен жасалған, ромашка, сондай дейді. Луговой деген мынау ит пен мысықтың шампуны кіляға өте керім екен. Кіля дейтін әппақ құрттар ғой да, жапырағының астынан ұялап ұшып жүретін, жапырақтың соғын ішіп, мына гүлді өлгенше есін тандырып, сорып жеп тастайды ғой. Ең со мынау луговой деген шампунь соған өте керім ем екен. Сондағы маған сол жерде сатушы қыздың айтқаны, көп цветоводтар, гүл өсіретіндер осы луговойды алады, даже даладағы егінге алады дейді. Егінге де жаңағы көп түседі ғой, енді тіләсі бар, басқасы бар, ауруы. Соған қарағанда осы луговой жақсы болып тұр. Мен бұны интернеттен көріп сіздерге де айтқам. Енді мына луговой деген түрде бар, жаңағы ит пен мысықтың шампуны. Енді кішкентай көпіртіп тек жаңағы бутылкаңызға, пульверизаторыңызға құйып, шайқап көпірігіменен гүлдің астарына, жапырағының именно мына жапырағының астарына шашасыз. Шашып, қолыңызбен бүйтіп жуып тазалап аласыз. Бұл өте керім зат, значит, өсімдікке бұның ешқандай зияны болмайтын болып тұр. Міне мынау сол кілядан тазалап алған менің гүлдерім. Міне мынау енді қалпына келіп жатыр, мына китайский розам. Міне бір жапырағы, міне сарғайған несі, көрдіңіз бе, аздап кетіп жатыр. Мынау үстін обрезка жасағасын, асты қалыңдап шығып жатыр. Және бұл жөнінде де сұраған, формировка дейді ғой, жаңағы гүлді қалпына келтіру, крона жасауды, мына гүлді. Енді гүлдің жалпы үстінен қисаңыз, мына үстерін қисаңыз, асты қалыңда өседі. Асты қалыңда өседі. Егер астынан алып тастасаңыз, мынаны қиып, бұның бойы өсе береді, жоғары қарай. Бойы өсе береді. Сондай да сұрақтар болды, қалай істеймін деген. Енді мен көп білем деп айтпаймын, бірақ өзімнің жаңағы опытымнан, тәжірибемнен сіздерге айтып жатырмын. Дұрыс емес болса, оны жазыңыздар. Өздеріңіздің қосатын советтеріңіз болса, оны да айтыңыздар маған. Менің де білмейтінім көп. Сіздерден үйреніп жатырмын. Осылай көрсетіп жатырмын қолымнан келгенімді. Енді мына үйдің температурасы туралы осы. Заман тыныш болсын. Сау, саламатта болыңыздар. Пока-пока.